Диора, қалайсыз, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Жақсы, өзіңіз Бәрі жақсы, иә? Бәрі жақсы, керемет. Бексұлтан қалай? Енді өзден сұрайық келгенде. Шақырайық, иә? Иә. Бексұлтан, келіңіз. Вау, не деген әдемі гүлдер. Ауыр екен, иә? Диванға қойып қойсаңыз болады мұнда. Бексұлтан, қош келдіңіз. Жарайсыз, үлкен гүлшоқтарыңызбен келіпсіз, жайғасыңыз. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, жақсы ма бәрі? Ассалаумағалейкум. Сіздерде кездесу болды, иә? Иә. Фото-видеоларыңыз бар? Бар, иә. Көріп алайық, содан кейін әңгімені бастаймыз, көрейік. Қандай әдемі кездесу сіздерде, өте әдемі шығыпты. Ой, рахмет, иә. Сіздер біздің сырласу комнатада ұмытып қалып кетіпсіздер. Сөйтіп біз 3 сағат әңгіме айттыңыздар. Сіздердің бірақ енді әдемі әңгіме жүріп жатты сіздерде. Содан кейін біз қозғамай-ақ қояйық дедік. Иә, күшті әңгіме. Бірақ біраз әңгіме айтылған шығар. Иә, біраз әңгіме айтып, ашылып. Бексұлтан, өзіңіз тыңдайық, иә? Қайта шай іштік іште. Ұнады ма сізге? Шай, Диораның әңгімесі. Иә, Диорамен күшті кездесулер болды. Осы эфирден шыққан күні тоже бір жерге тамақтанып, шай іштік. Ертесіне үй жағына барып бір көріп қайттым. Үшінші күн тағы кездесу болды. 3 күн қатарынан кездесу болды. 3 күн қатарынан көрдім. Жарайсыз. Ал Диораның өзі жайлы айтып беріңізші, қандай екен, әңгімелер жарасты ма сіздердің, қызығушылықтарыңыз, отбасыларыңыз жайлы білдіңіздер ме? Иә, барлығын білдік, сұрастырдық. Күшті болды, әңгімеміз жарасты десек те болады енді, менің өзім ойым. Сіздікі жарасты? Мен өзім ойлаймын, жарасты деп ойлаймын, бірақ күшті болды барлығы. Ашылып, осы жерден шыққаннан кейін уже ашылдық қой біз. Осы жерде қысылдым ба, бірінші келген. Басында қобалжып, әңгіме айта алмай отырдық қой сырласу бөлмесінде. Сосын уже бір сағаттан кейін уже общий тема появились, общий қызық әңгімелеріміз бар екен, интересі общий, сөйтіп әңгімелесіп, кешке тамақтанғаны барайық деді. Жарайды деп біз мейрамханаға бардық, сол жақта тамақтандық, тағы да әңгімелесіп үйге апарып тастады. Жұма күні менде эфирде ауырып қалған едім ғой, сол кезде үйге келіп, маған дәрі, фрукт әкеп берді. Ой, жарайсыз. Қамқорлық танытып, сәл ауырып қалғанның өзінде сізге дәрі әкеліп. Кездесінің өзінде есікті ашып беріп, очень был вежливым, мне это понравилось. Мен өзім маған бұлай қатты тие берген ұнатпаймын да. Ол қасымда қолын шекеге бұлай алып, очень вежливый был, и маған сонысы ұнады. Ой, жарайсыз. Мәссаған, Бексұлтан, сіз енді барлық жағымнан қамқорлық көрсетті деп жатыр. Енді жаңа бір айтып жатсыз ғой, біздің ортақ келетін қызығушылықтарымыз бар екен дегендей. Қандай мысалы, ортақ таныстарыңыз бар ма? Әлде бір айналысатын істеріңіз бе? Таныс дегенде бір досымыз бар екен. Сол мен бір ретте мобилограф таныс алғам. Ол Самат деген жігіт. Таныс екен. Сөйтіп, Саматтан сұрадым, қандай бала деп. Садәулеттен сұрадым. Жігіттерден сұрадым. Сөйтіп, ақкөңіл, как сказать, төбелеске қатты кіріп кетпейтін бала. Төбелеске кіріп кетпейтін бала. Такой спокойный парень, которого я хотела, да. Ол жақсы қасиеттер, жақсы жағынан айтылып жатыр. Ал сіздің үйдегілер көрді ма эфирді? Иә, көрді, звондады.
сказать, красивый парень деді. Енді сұлу деп айтпай-ақ қой солай. Бірақ көр деді қызым, сен түріне қарай бермейсің ғой балдардың все-таки деді. Папа, мама все-таки мой характер знает. Араласып көр, семьясы қандай екен, жайлап асықпай кейін өзің білесің деді. Енді халық көріп отқаннан кейін не торопись деген. Өте дұрыс айтады. Бірақ жалпылама жаңағы жүзі жылыдан түңілме дейді ғой. Сіз бірден түрін көріп, осы жақсы бала сияқты деген сияқты ойларын айтып жатқан шығар. Ал Бексұлтан, сіздің достарыңыз, жақындарыңыз үйдегілер не деп жатыр? Осы эфирден кейін маған бүкіл достарым, туған туысқандарым барлығы жазды, көрді. Шынымен бардың ба дегенде қылып. Иә, көріп тұрсыңдар, мен бардым. Барлығы жазып кетті, туған туысқандарым тоже үйдегілерім де айтты. Көр деді, біз сенің таңдауыңды қолдаймыз. Сенімен біргеміз деді. Тек жақсы жағынан жазып айтып жатыр дейсіз, иә, Ринат? Саламатсыз ба, Балауса ханым, қайырлы күн. Құлып ұрып тұрсыз. Рахмет. Сіз де керемет болып тұрсыз. Бажа қазақ еліне ассалаумағалейкум. Мен мына жерде андай бір нені түсінбей отырмын да, Балауса ханым. Нені? Қалай айтуға болады? Бұл екі адам негізі бұрыннан таныс сияқты. Просто мынарда отырып деген кейін эфир істеп, сондай істеп отқан сияқты да, осы әңгімелеріне қарасаң. Неге таныс? Бәрі өтірік сияқты, Балауса ханым, эфир үшін жүрген сияқты екеуі де. Жоқ, сіз бір жерден көріп пе едіңіз, таныс екен? Жоқ, андай ғой, Балауса ханым, мысалға бүйтіп қарап отырсаң, бір-бірін танымайтын адамның орны бөлек, бір-бірін танитын адамның орны бөлек қой. Сөйлеген сөздеріне қарағанда, саттарына қарағанда жұп сияқты, бір-бірін қолдарына ұстап деген сияқты, бұрыннан бір-бірін танитын сияқты екеуі де. Бірден ашылып, бір-бірімен сөйлесіп кеткеннен кейін тез болып кетті ғой, Балауса ханым, иә. Видеоларын көріп не істеп отыр ғой. Менің өзімде сондай күдік болып отыр да. Просто эфир үшін екеуі сондай бір нәрсе келісіп алған сияқты. Біз енді айтып жатырмын ғой, 1-2 сағат, 1,5 сағат отырдық, ыңғайсыз болды. Я человек такой, маған ыңғайлы, маған ұнайтын адам болатын болса, мен быстро открываюсь. Мен егер адам ұнамайтын болса, дальше не буду открываться деген әңгіме. Неге мен қысылып отыруым керек? Я впервые увидела, он мне понравился. Бірінші эфирден байқалып көрген шығар, енді по-любому. Жалпы сізге ұнағаны байқалды негізі, иә. Сондықтан да одан кейін барып енді Ринат айтып жатыр ғой, басында сөйлесе алмадық деп. Мысалға андай кім бауырым келді ғой, үміткер болып. Ол кезде де Диор андай түр берген жоқ та, екеуі просто сыртта бір-бірін бұрыннан танитын адам сияқты да. Сол үшін әдейі шақырып алған сияқты меніңше. Солай болып көрініп тұр маған. Мен айта кетейін. Бұрын неге вообще бейшеде кездеспедіңдер ма негізі вообще? Мен айта кетейін. Енді ол сіздікі әшейін ой ғой, иә. Біз вообще көріскен жоқпыз. Осы жерде, дәл осы жерде көріп тұрдық қой. Көрістік. Инстаграмнан жаздыңдар ма бір-бірлеріңе? Жоқ. Мынандай қол ұстасып ау-мау деген әңгіме кетіп отыр ғой. Біз бірінші күн осы жерден шығып тамақтандық тоже. Ол жерде біраз әңгіме айттық, ашылдық. Екінші күн тағы да үй жағына бардым дедім ғой мен. Көрістік. Балауса ханым қол ұстасып тұрды дегенде, лестница жақта, мен кішкентайлықтан лестницадан құлап қалғам, соған фобиям бар. Сөйтіп қолын ұстағам мен. Соны айтып тұрсыз ба? Менің орнымда сіз де болсаңыз, қолыңыз тосар ма едіңіз деп жатқан ғой. Мен қыздардың қолын ұстамайды екен. Бексұлтан, уайымдамай ақ қой, негізсіз сөйлеудің амбассадоры ғой осы жерде Ринат деген. Ол өзің сияқты көре берме біраздан барлығын. Мен просто ортаға бір сұрақ қоя салайыншы, кешіріңіз Арина. Ортаға бір сұрақ қоя салайын. Сіздер елдің көзінше енді бір-біріңізге бірінші көргенде былай телевизордан көріп келдіңіз, сіз мысалға ше, басқаша көрінеді ғой енді. Жалпы бірақ ел көрмеген, бір-біріңізді жақын танып білген қандай қырларыңыз бар екен екеуіңіздің? Біз білмейтін деген сияқты ғой. Қалай айтсам болады екен? Мен айтып кетейін, Бексұлтан қызық екен. Төбеден қорқады. Боится с высоты. Биіктіктен қорқады. Биіктіктен қорқады екен, иә. Бірақ кездесуді өзіңіз көктөбеге шақырыпсыз. Мен өзім адреналинді ұнататын адаммын. Маған ужастикке бару, комната страхаға бару ұнайды. Ұнайды. Ал крик десем, жоқ, мен ондайдан қорқам дейді. Балаусаған айта кетейінші осы жерде, биіктіктен қорқады деп жатыр. Бекішжан айналайын, биіктіктен қорқсаң неге Диораны таңдап келдің? Нұрой деген қыз бар еді бізде. Сал деп жатырмын да. Жаңа енді негізсіз әңгіме деп жатыр ғой. Бұл жайдың әңгімесінше Ринат ағамыз негізсіз сөйлемейді негізіндеше. Бірақ бұл кісі мынандай ғой, Әсемнің темасы жабылып кетті де, Әсемге саған үміткер болып барам деп жазған сияқты деп алдын айтты ғой. Каким-то образ бұл кісі осы жерге келу керек болған сияқты да Әсемге жазып жүрді. Бірақ Диора келіп қалды. Диорамен бір
әдем келетін сияқты бір сыртта келісіп алдыңыздар ма, сондай бірдеңе болды. Өйткені Диорадан да бір эмоция байқамадық та келген кезде. Алғашқы үміткер, сен или эмоцияңды көрсете алмайсың, или сен бұрыннан білгеннен кейін, мына гүлдерді алып жатыр. Мынандай гүл ешқандай қызға келіп те жатқан жоқ. Қазірше сенің эмоцияң сол баяғыдай да, сол баяғыдай. Мүмкін сыртта да алып жүрген шығарсың сен бұндай гүлдерді. Екеуіңіз келісіп алып келген сияқты болып көріп отырсыздар. Мына Ринат ағамыздың айтқанын мен кішкене шындыққа жанасатын сияқты. Қандай эмоция беру керек сонда, брат? Жоқ. Қандай эмоция беру керек? Актерский мастерство. Бекжан айналайын, сен отыра тұр қазір. Айтшы. Сізге актерский мастерство қосу керек па? Мен өзім жалпы эмоцияны көрсетіп. Жоқ, енді эмоция деген адам кез келген қыз гүл алған кезде алғашқы үміткер да саған келіп отқан. Сол кезде де шымылдық ашылғанда да, сен ба деген сияқты қарап отырсың ғой сен. Танитын адам құсап ше. Қыздармен де ақылдасып кішкене үміткерің қалай екен деп сөйлесіп отпайсыздар. Мына жерде отырып өзіңізбен өзіңіз бір танитын адам келген сияқты отырасыз. Содан кейін айтып отырмын мен. Біз не көрдік, соны айтып отырық. Ондай нәрсе көрсетпесеңіз, біз ондай нәрсе айтпаймыз. Жоқ, мына жерде Нұржан өзім бір керемет эмоция, бір кім Ақерке кіріп келген кезде күшті бір эмоция білдіретін адам сияқты сөйлемей. Мен екі рет арқа сальто тастадым ғой келген кезде. Қойшы, сен эмоцияны көріп тұрып қой, бір мерде ешқайсың бір керемет эмоция көрсетесіңдер деп айта алмаймын. Енді Диора өзі андай өз-өзін ұстап қалған сондай қыз ғой. Енді ол эмоциясын мен ойлаймын, әп-әдемі көрсетті деген сияқты сыпайылығын, ұнатқанын айтып отыр. Енді ұнатқанын бәрін айтып отыр, бәрі жақсы отыр, әп-әдемі жігіт оған келіп отыр. Бағана мына жақтан да енді көріп келіміз шығып жатыр. Бір-бірін шынымен де танитын сияқты. Біз ондай нәрсе мүлдем көріп отқан жоқпыз. Тем более алдында сырласудан кейін біз негізінен қыздар болып енді сөйлесіп сұраймыз ғой қалай екен деген сияқты. Я, әп-әдемі жігіт екен деген сияқты. Нұржан айтып отырсың ғой сен бағана. Біз қыздармен де бір үміткері туралы әңгіме айтпайсыңдар деп. Мына жерде бір қыздардың әңгімесін тыңдап, өсек естігеннен басқа жұмыстарың бар ма деп айтқым келеді да. Біз өзіміз так-так сырласамыз, так-так сұраймыз қалай екен жігіт деген сияқты. Баласа ханым, енді Баласа ханым мына жерде бар ғой, айтсам бола ма? Айтыңыз. Айдан сөйлесем. Негізі ассалаумағалейкум, қош келдің бауырым. Шынымен де Диора деген негізі өзімен өзі әйтеуір отыратын қыз ғой. Я сөйлеспейді, тек привет десең привет деп қояды, тек ішінде не жатқанын білмейміз. Негізі не ғой, біз Диораны әлі танып білген жоқпыз шынымен ше. Сенен бұрын көрсек те, сенен бұрын танысақ та, әлі көрген. Бірақ та сен жеке кездесуде болған, сен енді таныған шығарсың, өзіңнің бір болашақ жарыңның бойынан көргің келетін қасиеттерді көрдің бе Диораның бойынан? Қандай қасиеттерді көрдің? Енді біз оны Елдараны сұрайын десек, Елдар білмейді оны. Кездесуге барса да. Сен білетін сияқтысың, өйткені видеоға күшті видео шыққан сияқты да. Әңгіме күшті болған сияқты. Мен де әлі толық танып білген жоқпын. 3-ақ күн болды танысқанымызға. Бірақ маған барлығы жақты. Көре алдым өзім. Баласа ханым, Қандай қасиеттерін көре алдың? Өзіне ұнайтын бір. Өйткені біз білмейміз, просто соны сұрап жатқаным ғой. Сізде қызық екенсіз. Енді бірақ Маған да қызық бәлкім болып әлі де ойланып жатқан Маған да қызық болып тұр. Былай подробнее айтып бере аласыз ба? Чтобы Менде бір минус бар да ше. Мен әңгімені түсіндіріп жеткізе алмаймын. Ол қалай? Мен ішіндегі нәрсені жеткізе алмаймын. Сондай минус бар да менде. Сізде ма? Иә, бұрыннан мен бүкіл достарым біледі, мен ішіндегі нәрсені жеткізе алмаймын. Бірақ мен барлығын түсініп тұрамын. Жеткізгім келетін ол. Сіз бірақ өзіңіз жайлы айтып жатсыз ғой қазір. Иә. Сол Диора ханым туралы айтайын десем де тоже жаңағыдай. Жеткізе алмаймын дейсіз ғой өзіңіз, иә. Бірақ онда тұрған негізі енді, мысалы біз қалай танимыз, иә, Диораны? Диора деген өте байсалды қыз, өзін керемет ұстайтын, нағыз нәзік жанды қыздардың бірі. Ал бірақ сыртта мысалы кейде болады, қыз баласы бір әзілдейді екен, оны білмейді екенбіз деген сияқты, сіз бір сондай қырларын байқасаңыз, оны айтсаңыз болады. Бірақ нәзік, андай қатты әзілге де жоқ, бірақ өзім әзілдеп қоямын арасында. Өзіңіз айтасыз, өзіңіз күлесіз бе? Күледі ғой. Но енді бұл кісі қазақшаны қатты түсінбейді, мен тоже орысшаны қатты түсінбеймін, бірақ біз бір-бірімізді түсініп жатырық. Мәселе осы Бір-бірімізді түсініп сияқты. жатырық. енді я Бексұлтан маған қазақшаны үйретем деді, мен оған орысша үйретем деп келістік солай. Келісіп алдыңыздар. Бірақ әйтеуір біртіндеп ойларыңызды түсіндіріп жатқан шығарсыздар енді. Иә. Баласа ханым, Аида. осы жерде мен айта кетейінші, жалпы бағанан бері жаңа Ринат та айтып жатыр, Бекзат та, Нұржан да айтып жатыр ғой, негізі сендер келісіп алған сияқтысыңдар, сырттан шақырып алған шығарсыңдар деген. Мақұл болып та айтпапсың сен. Жалпы сондай әңгіме айтып жатыр да, мен бірақ та осы соңғы кездері бір ұлдарды түсінбей жүргенім бар да, бір осындай әдемі сымбатты жігіт келеді ғой, гүліменші. Сол кезде бір андай білмеймін, қыздардың емес, ұлдардың көре алмаушылықтары бір басымырақ болып кете ма деп ойлаймын да. Менше Тұран келсе Тұранға бір тиіседі, енді Бексұлтанға бір тиіседі, мынандай гүлді ешкім бермеген деген сияқты әңгіме айтады да. Көріп жатыр ғой, осы күнге дейін қаншама қыздарға әдемі гүлдер келіп жатыр, бұдан да әдемі гүлдер келіп жатыр да. Именно Бексұлтанның
гүлін көріп қалатынына мен таңым бар. Мен Диораға қарап мынандай нәрсені айтқым келіп отыр да. Диора басында үміткер болып келіп жүрген кезде бір андай өзін солай көрсетті ма, или маған сөйтіп көрінді ма, бір ақмақтау қыз сияқты болып көрінген. Андай біреу бірдеңе айтса, бір не айтып отыр мыналар деп бүйтіп ойланып, андай аңқиып сөйтіп отырған сияқты болып көрінген. Бірақ қазіргі Дионаға қарап мен піскен да, қазіргі Диора біледі. Не істеу керек екенін біледі, кіммен қалай сөйлесу керек екенін, какой привет, такой ответ деген сияқты сондай бір несін ұстанымы бар екен бұл қыздың. Мен соған қарап етіп айтқым келіп тұр. Мүмкін жігіт тараптан сондай болған шығар бәлкім. Кезінде Елдарға үміткер болып жүрген кезде Елдардың бір ондай несін көрмегеннен кейін бәлкім солай өзін тура Елдар сияқты ұстаған шығар. Бірақ та енді мына жігіт Бексұлтан кәдімгідей пысық болғаннан кейін біздің Диора солай пысық болып кетті ма деп ойлаймын да. Ондай бір не болып та ашылсын, тәтті әңгіме болып жатыр, күшті кездесу болып жатыр. Сондай кезде бір айтады да, сендер қатты ашылып кеттіңдер, қатты бүйтіп кеттіңдер деп. Ашылмай сөйтіп жатса, сен онда қызық емессің бұл адамға, сенде қызығушылық жоқ. Сонда екі тарапты бұл кісілер айтады да, мен білмеймін бұл кісілерге қандай махаббат керек, қандай сонда таныстық керек екенін мен түсінбеймін. Айда негізі Диора түсінбей қалды ау сені. түсініп отырмын ғой, түсініп отырмын, иә. Түсініп күліп отыр ғой. Түсінсеңіз негізі күлмейтін едіңіз, өйткені ақымақ деген сөз кетіп жатыр сізге ше, негізі қатты Маған ол көңіліме батқан жоқ. Это ее мнение было, почему мен оны жамандап отыруым керек. Әрбір адам өзінің мнениесі бар. Жақсы онда. Айдана. Қайырлы күн, мен Айданың сөзін ары қарай жалғап кетейінші. Дұрыс айтып жатыр да. Менің ойымша негізі Ринат мырза болсын, Нұржан болсын, бір андай көре алмаушылық, қызғаныштан шығып жатқан сөздер сияқты естіліп жатыр да. Өйткені Ернар айтпақшы, жер беті осындай сұлулықты қалай көтеріп жүр деп осы Бексұлтанға айтқым келіп тұр да. Өте әдемі, бой десе бойы бар, түр десе түрі бар. Ақыл десе ақылы бар бір мінезді жақсы жігіт келіп отыр екен. Біз де мақтап қояқшы үміткер ұлдарды, қыздарды мақтайды ғой біздің көзімізше осы. Дұрыс. Бірақ енді білмеймін бұл жігіт қандай оймен нақты келіп отыр. Бірақ енді менің ойымша бір Диораның ойын олай бөлудің қажеті жоқ деп ойлаймын да. Жаман ой салудың деген ғой. Жоқ, сонда сен просто ерегісіп мақтап отырсың ба, или шынымен әдемі ма сен үшін жігіт? Жоқ, шынымен әдемі болғаннан кейін мақтап отырмын ғой. Көрініп тұр ғой әдемі екен. Ақерке. Балауса ханым, қош келіпсіз. Жоқ, атын ұмытып қалдым просто. Я Балауса ханым. Бексұлтан. Я Бексұлтан. Негізі шынымен де мен енді Ринаттың, Нұржанның тарапынан шығып жатқан пікірлерді бір кішкене Айданыкіне қосылам, бір кішкене болады ғой, бір андай бір зависть дейді ғой, бір енді жаман жағынан зависть емес, бұл кісілердікі де бір қызғанып, может быть, мен де осылай істесем бе екен өзімнің жан жарыма деген сияқты қылып істеп жатқан шығар, бірақ енді сонда да, бірақ енді екі кісінің кәдімгідей бір-біріне бойлары болсын, енді бұл жігітті де кәдімгідей модель деп ойлап қаласың. Негізі былайынша енді модель қыздың қасында отырғаннан кейін ба, негізі эмоцияға байланысты айтып жатыр ғой. Барлық адам эмоцияға толы болмайды. Біреулер жылағанын көрсете алмайды, біреулер қатты күле алмайды деген сияқты. Сондықтан ол нәрселерге бола бір жер-жебіріне жетіп керек емес деп ойлаймын. Тем более таныстық енді басталып жатыр. Болашақта білмеймін бір әдемі видеолар, әдемі нелер күтеміз, бірақ одан бөлек енді айтқым келетін нәрсе, екеуіңіздің де темпераменттеріңіз қатты андай сияқты болады ғой, бір екеуіңізде бір сен тимесең мен тиме, спокойный болады ғой. Ол нәрсе кішкене таныстықта сіздерді бір іштеріңізді пыстыртып жібереді деп ойламайсыздар ма негізі? Қайсыңыз более активныйсыздар? Жоқ, бұл жерде мынандай, осы жерде ғана просто солай көрінетін шығар, сен тимесең мен тиме. Алпа екеуміз тұйық адамбыз, бірақ сыртқа шыққанда ол сөйлейді, мен сөйлеймін, қызығып, шуткамен, тикток снимать етіп, видеоларға, идеялармен. Ой, тағы да айтатын әңгімелер көп сияқты. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Таныстық жалғаса ма, жоқ па, бірге білеміз. Көрермен, жарнамадан оралдық. Ортада Бексұлтан, Диора сөз сізде қалды. Аяқтап алыңыз әңгімеңізді. Мен айтып кетейін, иә. Маған кездесуге барғанда, маған бір алқа ұнап қалған. Бексұлтаннан қарашы, әдемі екен десем, саған жарасады ғой, алайық деп мынаны алып берді. Сол көңілге қарайды, саған не ұнайды, саған не ұнамайды. Енді былай қараса, бабочки в животе дейді ғой, может поэтому розовые очки, ондай жаманшылықтарын әлі байқаған жоқпын. Бірақ бір случай болып қалды. Қандай? Біз сырласудан кейін тамақтанған бардық қой, біз бразильский мейрамханаға барғанбыз. Мен 5 минутке шығып кеткем. Келсем, бразильянкалармен билеп тұр екен.
иә содан Содан вау күшті екен деп қыздар әдемі екен иә деп айтып қойғам. Олар қыздар өздері мені әкетті билегені деп айтты енді. иә негізі ол мейрамханада көбіне солай қыздар билеп жүреді де ол жердің салт дәстүрі сондай екен, келген жігіттерді салт дәстүрі деп енді қатты айтыңыз ғой. Ал сіз енді жалғыз отырғаннан кейін алып шықты сіздерді. мені алып шығып кетті, иә. Сіз содан биледіңіз. Мен ана жерде ұялдым, просто кет деп Қашып ше, қалуға, ана жерде, иә. Көңілін қалдырып қоя ма дедім да. Иә енді Иә. ұялғаннан құтылғаннан шығарған Ол ғой. кезде уборныйға кеткен тұғын. Негізі сіз қызғаншақсыз ба Диора? Жоқ, мен қызғаншақ емеспін, наоборот, бұл жігіт қызғаншақ болып тұр. Мен тренировкаға барып видео жібергенмін ғой, артында қандай бала тұр, мен өзі жалпы өте қызғанам деген әңгіме кеткен. Иә. Мен жалпы былай көп адамға қызғанай бермеймін, менде ондай мінез жоқ. Маған бірақ мені қатты қызғанай беретін, бүйтіп запрет қоятын еркектер ұнамайды. Енді Балауса ханым деймін да, жаңа кіммен билеп жатыр дейді, бразилиянка дей ма дейді? Афро-африканец. Қара андай. Иә, қара нәсілді. Негізі саған Упучик айтты ау, негізі басқа ұлттың қыздарымен есептелмейді деп айтты ма Упучик саған? Негізі біздің қосаяқ жобасында Диора. Өзі де бір кореянкалармен жүретіні бар да, просто сол үшін саған айтса сенбей деп айтқым келіп тұрғаны ғой. Бұл есімде Сосын ше, жаңа Бекіс айтты ғой, Бекіс айтты ғой, мен қыздарға ішіндегін жеткізе алмаймын деп ше. Сол қалай жеткіздің ана бразилиянкаға ма, ішіндегі айтқаныңды білмеймін, или сразу би болғаннан кейін билеп кете бердің ба, қалай болып кетті? Мен осылай оттым, келді, сразу қолын тартып алып кетті ғой. Ол жерде no деудің орнына көңілің қимай сразу билеп кеттің. Жалпы мен ортаға пікірімді айта салайыншы, Балауса ханым. Жаңа Диораға келсек, бүгін Диора екеуміз бір 15 минуттай диалог болды екеуміздің арамызда. Өте бәрі айтып жатыр ғой, Диора сөйлемейді, өзімен өзі. Жоқ, ондай емес. Негізінде общениясы бәрі қалай айтсақ болады, ортақ бір әңгіме бастап берсең, ары қарай өрбітіп өзі алып кете береді екен, айта береді. Менен Бексті сұрады, біз 4 жылдан бері таныспыз, осылай жақсы жігіт, қалай сенің көңілінен шығып жатыр ма десем, айтады да, иә, маған ұнайды, андай типа балас стараться етіп жатыр, енді іс-әрекеттеріне қарай побольше көре береміз, но вежливый, анау мынау. Сосын мен айтады да, конфликтке қалай дейді ба, сондай бір сұрақ болды мен одан, Диорадан. Сөйтіп мен айтамын, жақсы жігіт, былай төбелеске мүлде араласпайтын, сондай бір қалай айтсақ болады. В общем, спокойный, ақылмен шешетін деп айтуға болады, сөзбен шешетін. Барынша сабыр сақтап, и мен білетін Бекс қызды жақсы ухаживать ете алады. И қазір соның көрінісін көріп отырған сияқтымыз. Енді Бекске бірақ мен өтінішім бар. Бекс негізі өмірде ондай адам емес. Өмірде өте жарқын, сондай любой әңгімеңді алып кете береді. Просто эфирде болғаннан кейін сәл қысылып отырма деймін. Побольше сөйлесең, кішкене қызда саған былай кетер емес сияқты. Балауса ханым өз ойымды айта кетсем бола ма? Дәулет. Бексұлтан, қош келдің. Енді ішімдегіні жеткізе алмаймын, сөйлеп жеткізе алмаймын деп жатсың ғой. Еркек адам олай қатты сөйлеуде қажет жоқ. Іс-әрекеті сөйлейді. Іс-әрекетің нық, кәдімгі ер азаматқа сай. Енді мен Диораны қатты танымаймын ғой, басқаша ойлайтын, бірақ Диораның қасиеті жаңа айтып жатыр ғой, несін эмоциясын көрсете алмайды депші. Кішкене Диора салқынғанды да, андай бір қатты ашылып, не істемейді, бірақ кәдімгі қарапайым тілде адамдармен сөйлесе береді. Енді қызғаншақпын деп жатыр ғой, мына жақта Диора ешқандай себеп береді деп ойламаймын, өйткені жігіттермен кәдімгі дистанцияда сөйлеседі, сондықтан о жағынан мүлдем саспай жүрсең де болады. Балауса салқын деген әңгімелер көп кетіп жатыр қыз тараптарына. Маған да салқынсың деп айтқан болатын Дәулет. Енді басқа қызға да салқынсын, онда әңгімен қажет жоқ, себебі әрбір қыз ішкі жан дүниесі нәзік болып келеді. Сол себепті Диора енді эмоция білдіре алмағаны ұнап тұр деп өзі де айтып тұр ғой, өзі аузынан шығып тұрған әңгіме. Бала да ұнап тұр, баланың іс-әрекеті ұнап тұр. Диораға сұрақ болып тұр енді осы маңайда. Диора, жалпы сіздің енді өз представление у вас есть, наверное, да? Будущий муж должен быть таким. Он подходит под ваш... Қазақша айтайық. Сіздің болашақ жарыңызға қойған қандай қасиеттер болу керек деген ойыңыз бар еді ғой. Сол кімге, Бексұлтанға кішке қасиеттер бар ма ұқсас болашақ жарыңызға? Ұқсас жері бар, енді былай қатты құсайды болды, мен осы будущий үміткерім дальше байым болып кетеді деп айта алмаймын енді, иә. Бірақ есть качество, и поэтому маған ұнап тұр. Дұрыс, Балауса ханым, мен айта кетейін, қыздарды түсінбей жатырмын, мен көре алмай жатсыңдар, мен қай жерін көре алмаймын бұның, или мен қызыма әкеп беріп жатыр ма гүлдерді, берсе өзі беріп жатыр. Просто мен ана әңгіменің түбіне жете алмай жатырмын да, Балауса ханым. Бұл жігіт Әсемге жазды деді, мен саған неге
үміткер болып келгім келеді деп бір біріне тіркелді деді. Сол әңгіме рас па негізі? Әсем саған жазды ма бұл қыз? Сөзіңді толықтап кетейінші, бола ма Балауса ағам? Салмаса және де Бекс қош келдің. Енді досымен, бірақ та шындықты айту керек сияқты. Негізі Тұран мен Бексұлтанның бір сәйкестігі бар сияқты. Өйткені біз сыртта енді қатысушылар шыққан кезде байқаймыз, что Тұранның қасында бір 3-4 адам жүреді. Көмекшісі, жаңағы несі болсын, мобилографы. И Бексұлтанда да қасында жаңағы көмекшілер жүреді. Барлығы машинаға бірге етіп қалады да, және қызықты қараңыз. Ең бастысы андайда Бексұлтан Әсемге келем деп Диораға келді. Тұран Мариамға келем деп Айданаға келді. Бір өздерінің бір келісіп алған нелері бар сияқты, ходтары бар сияқты. Осы әңгіменің түбіне, бірақ мен Әсем саған жазғаны рас па? Әділет, сіз де Мариамға келдіңіз, бірақ Айгүлмен танысып кеттіңіз. Мен оны бір сондай ойластырылған қадам деп ойламаймын. Енді әр адамның талғамы ауысып тұрады ғой негізі. Енді бұл біреудің сөзін айт. Әйтеуір мен келіп тұрып, мен жазып не істеген жоқпын. Мысалы, Мариам мен саған барамын деп Айгүлге келген жоқпын да. Ал мен олармен келісе алмай, жоқ, бірақ енді қараңызшы. Егер де таныса қалған болғасын, енді әркіммен таныс болады ғой, бірақ та шықпаса, не істейміз енді? Мен ойымша, онда өз сөзіңізге өзіңіз қарсы шығып тұрған сияқтысыз. Әділет, бірақ неге оларды не байланыстырады? Бірге көрдіңіз ба, мысалы, Бексұлтанмен әлде сәйкестік деп нені айтып тұрсыз? Тұран екеуі. Адамдары бір, жағы мобилографтары да бір, сондай командасы бір. Мен айтып кетейін, мен өзім съемкада жүргеннен кейін, мен Гүлжанның білем, Гүлжанның Тәуіржанның қасындағы Дарханды білем. Мен олардың съемкада блогерлермен араласамын, менде ондай знакомыйларым бар. И көп видеограф, мобилографтармен жақсы араласам, потому что это моя сфера работы. Бір адам, бірнеше адаммен де жұмыс істеуі мүмкін ғой деп тұрғаныңыз? Балауса ханым, барлығы бір цепочка болып тұр, барлығы бір неде қайнаған сияқты қазанда. Әсем. Балауса ханым, мен мына жерде айтып жатыр ғой, қайта Нұржанша Әсемге жазды деп. Маған олай жазғанда тұрған ештеңе жоқ. Маған сені ұнатып қалдым, ойбай сүйіп қалдым деген әңгіме айтылған жоқ. Просто үміткер болып барсам ба деген ғана әңгіме болды да. Өйтіп бір андай түймедей затты түйедей қылып керек емес. Жоқ, Әсем ол балама негізі жай сені жай айтты ғой, не саған жазды ғана деген. Негізі Балауса бойға мен айтам, Нұржан ғана емес, мында бір емес 3 адам айтып жатыр да, негізі андай сондай бір пиар ход үшін келді деген сияқты. Негізі бұл бауырымыз кезінде негізі блогер болған екен, блогер болды, блогерін тастап кетті, бір жұмыспен айналысты. Мен ойлап тұрмын да, қайтадан, мен осы қайтадан өз блогерлік жұмысымды қолға алайыншы деген ниетте бір келген сияқты көрініп тұр да. Бәрін енді бір емес 3-4 адам айтқаннан кейін ол бір бекер емес сияқты ол дүние. Жоқ, Жәнібек, сен олай қателеспе, негізі мен былай жаңағы өзін Әсем екеуміз былай әңгіме барысында айтқанбыз. Жалпы Бексұлтан деген бала саған шын намеренмен жазды ма, или қалай деп сұраған болатын. Жоқ, ондай әңгіме болған жоқ деп айттым. Онда жақсы деп айттым. Елдар. Балауса ханым, мияқта көрініп тұрғанда мен ойымша, брат, атың кім еді, есім? Бексұлтан. Бексұлтан, удумына өзінің есім мышленесімен келді деп ойлаймын. Енді статикасын көтеріп алып дегенде, мысалы, Диораға айтқым келеді. Енді сен ақ көрінсің. Қазір сіздер айтып тұрғандай, бұл бала мені ұната алмайды ма? Почему? Жоқ, біз лично мен сені ойлап тұрмын, басың айналып қалмасын деп, шыны керек ше. Просто так, просто бәрін беріп жатыр, цепочка беріп жатыр, мысалы гүл беріп жатыр. Басында просто мен келгенде статистиканы көтеру үшін келді деп айтқан ғой. Өзің не үшін білмедің соны? Адам өз қалап келеді. Ұнатқаннан кейін, может, интерес болғаннан кейін, менде де өзімде жалпы интерес болды, мен келдім. Мен бұлай какие-то с плохими мыслями келген жоқ едім. Балауса ханым. Негізі елдар білдірмей қызған отырған сияқты. Балауса ханым, не айта кетейін? Айтыңыз. Айтасыз, асықпай, бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Көрермен, жарнамадан оралдық, кезекті белгі Әсемнің қолында. Әсем. Бұл өмір. Болды. Жақсы, ештеңе айтпайсыз. Бексұлтан. Мен айта кетейін, мен бір нәрсені түсінбедім. Осы пятница күні эфирде мен ютубтан көріп отырмын еді, қосылайды да. И бір кезде Диора жоқ, сырласу бөлмесінде әйелдермен отыр. Елдармен... Соны түсінбедім мен. Шай ішіп отыр. Шай ішіп отыр ма, білмеймін, істеп отыр. Негізі? Мен айта кетейін,
Елдарға айтарым, бұдан кейін Диораға жақындамай қойса екен деп. Брат, сен 500 хризантема әкел, 1000 әкел, бірақ қарамайды деп ойлаймын саған дәл. Сол, брат, өтініш саған, жоламай қойшы. Неге жоламай? Себебі сен өзіңнің мүмкіндігін жіберіп алдың, брат. Или қайттан сезімің ашылып жатыр ма, білмеймін. Бексұлтан, сіз қызғанасыз ба, әлде жай ғана қаламайсыз ба? Бұрын таныстықта болған деп. Сен, брат, сен сыртта заботаңды беріп жүрсең, мен іште заботамды беріп жүрмін ғой, Диораға. Елдар, мен айтып кетейін, Елдар, мен уже сенен көңілім қалып кеткен, маған артымда жүріп, бұлай артымда жүргенің ұнамай жатыр, соған маған да ыңғайсыз болып қалды. Дальше тыраштанбай қойса еді. Шайға сізді Елдар шақырды ма? Иә. Елдар шақырды. Өзіңіз шақырыпсыз, шай ішіп қайтайық сырласуға барып деп. Иә. Иә, неге шақырдыңыз? Енді мен шақырғанда өзі отказ бермеді, өзі бірге барып тұрады, мысалы қарапсың. Бізде отказ бермеді. Бірақ енді білмеймін. Бізге бару керек дегеннен соң мен сондай бару керек деп барғам. Иә. Елдар шақырды, шақырғаннан кейін бас тартпай-ақ қояйын, барып шай ішіп қайтайын, онда тұрған ештеңе жоқ дегендей. Бексұлтан өзінікін айтты, бір жігіт ретінде бұрын таныстықта болған адаммен бірге қасында жүрген қаламаймын деп тұрсыз. Диора, ол нәрсе маған да ұнамайды деп тұрсыз. Түсінікті ғой. Елдар не айтайын деп отырсыз? Енді бұл жерден баласы ханым, бұл жерде мен өзім не қалаймын, соны істеймін деген. Енді мен айтып тұрғаным, потом өкініп қалмасын, жүрегін ауыртып алмасын деп заранее айтып қойып жатыр. Мен өзі категорически стена қойып қоям. Егер адам ұнайтын болса, мақұл деп, егер ұнамайтын болса, заранее надежда бермейтін адаммын. Сондықтан ерте айтып тұрған тірлігім. Алдын ала айтып жатырмын, Елдар маған қарай жолама деп жатыр. Негізі, мысалы қарапсық, енді сен жолама деп жатсың, бұрын сөйлесіп жүрдің ғой, мен неге сөйлестің ол кезде? Сол кезде неге айтпадың? Басында мен сізді білейін деп келдім. Сіз өзіңіз арбатқа шақырып, свиданияны енді содан мен көңілім қалып кетті. Енді бұлай еще шанс бер деген ойыңызбен маған келетін болсаңыз, жоқ деп тұрмын енді. Осыған. Жоқ, сен ол кезде, Диора, сен қатысушы болып келген кездегін айтып жатырмын мен. Это вежливость. Енді сыйластық ретінде сөйлескен болар, бірақ қазір нақты таныстықтағы жігіт айтып жатыр, сондықтан шектеу. Жай сөзбен айтып жатырмын просто, брат. Диора, таныстық жалғаса ма? Иә, жалғасады. Жалғасады. Жақсы. Рахмет, келгеніңізге жақсы кездесулер күтеміз. Сізді шығарып салайық. Керемет гүліңізге де рахмет. Диора, жайғасыңыз. Бексұлтан, жеткізіп тастасаңыз болады. Брат, Бекс, анау гүлім примерно бір 3-4 күннен солып кетеді ғой, так что. Анау мен берген гүл ол бір апталық күн да. Көңіл, брат, көңіл. Сіздің гүліңіз солмайтын деді. Шынайы берген көңіл менікі, брат. Жақсы, біз, иә, рахмет. Сіздің гүліңіз солмайтын деді? Мен гүлім бір апта, бір жарым апталық күн ғой, негізі. Шыны керек, шын ниетпен берген гүл. Білмеймін, әте бәрі күліп әлі де прикол ұстайды да, өздерің бермейсіңдер ме ата? Жоқ, өзіңіз қозғап отырсыз, өзіңіз айтып отырсыз. Жоқ, ол өзі айтып отырғаны, гүл деген мынандай болады. Жоқ, өткен жолда сіз бастадыңыз негізі. Жоқ, өткен жолда сол қатысушыға попросить еткенім ғой, айтпаңдаршы, қозғамаңдаршы деп, сол кезде мен айттым. Одан несі бар, шын ниеттен. Бексұлтан өзі сөйледі ма сізге? Иә, жаңа өзі сөйледі ғой. Не деп айтты? Гүл деген осындай болады деп, типа. А так ондай гүлді мен де алып бере аламын, а так гүлде проблема емес, шыны керек баласыған. Бәрі ойлайды ғой, ақшасы жоқ деп ше. Жоқ, Елдар, біз сенеміз сізге. Сіз беретін қыз, гүл беретін қыз келген кезде жақсылап тұрып, сол кезде романтикалық қадамдарыңызды көрсетесіз.